Баршаңызға сәлем достар, бүгінгі бейнероликте сіздерге интернеттен қалай ақша табуға болатынын көрсетемін. Назарымызда хайп проект, бұл жақта біз салымды ретінде ақша тауып көретін боламыз. Негізі хайп проектілердің сандары өте көп, бірақ та біз арасында нормальный дегендер таңдап алып және де ақша тауып көретін боламыз. Егер сіздер осындай хайп проектілерден күмән болса, яғни бұл жақтан ақша шығара алмаймын деген сияқты, онда мені бақылап көрсеңіздер болады. Бүгін назарымызда хайп проекттің аты Tron Juice деп аталады. Бұл жақта бірінші бізге регистрация өту керек. Сілтемесін описанияға қалдырып кететін боламын. Өзіңіздің юзернеймді жазасыз, парольді қайталайсыз, email почтаны енгізесіз, подтверждение керек емес, и регистр деген батырманы басатын боласыздар. Мен бұл жақта регистрацияны өтіп қойдым, сондықтан бірден қазір өзімнің жеке кабинетіме кіретін боламын. Так, өзім юзернеймді басайын, яғни сохранить етіп қойған. Так, капчаны өтетін боламын. 0868 готово. Логин деген басамын. Все, мен өзім жеке кабинетіме кірдім. Кіргеннен кейін сіздер май деген өзіңіздің басты мәзіріңізге өтетін болсаңыздар, 55.000 трик сіздерге көрсетіліп тұрады. Бұл әшейін бояушылық. Бұл ақшаны сіз не құя алмайсыз, не шығара алмайсыз. Ендігі сәтте бұл жақта бізге VIP статус таңдау керек. Мысалы, investment деген батырман бассам, бұл жақта бізде VIP 1-ден VIP 10-ға дейін көрсетілген таблица бойынша. VIP 1-де біз минимально 10 трикс құйсақ, біздің күнделікті профитіміз 9% болады. Мысалы, 10 трикс құйсаңыз, сіздер 0.9 трикс күнделікті табыс көзін алып отыратын боласыздар. И минимально вывод 0.9 трикс деп тұр. VIP 2, VIP 3, VIP 4. VIP 2 қосылу үшін сіздер 3000 трикс құю керексіздер минимум. Но енді бұл жаққа ешкім құймайды, сондықтан VIP 1 бәріңіз қосасыз деген мен ойдамын. И получается сіз 10 трикс құю керексіздер жоғары. Кез келген сумманы құясыз, тек қана минимум 10 трикс болу керек. Енді бұлған құю үшін біз нақта май деген батырманы басамыз. Одан кейін recharge деген түймені басамыз. Бірінші вариантты таңдаймыз. Әрине, бұл жақта біз 320 USDT таңдауға болады, немесе 3x таңдауға болады. Давайте 3x-ті таңдайық. И на копировать адрес деген басамын. Енді өзіміздің кошелегімізге өтетін боламыз. Ол Binance, Bybit или MetaMask болуы мүмкін. Мына жақта енді выводты басамыз, отправить через криптосет. Менде қазір сәтте 50 3x бар, осын бәрін құятын боламын. Так, скопировать етілген адресті қоямын. Цет бізді өзі көрсетіп тұр, автоматически 63-ті қазір шығаратын боламын. Так, подтвердиттен басамын. Яғни қазір мен бұл жақта подтверждение жасау керекпін. Так, біріншісі аутентификация арқылы. Так, жазайық. 488, 467. Все, мен бұны сәтті өттім. Енді қазір почтама келу керек. 1 секунд. Күтет тұрайық. Так, әзірше келмей жатыр. Все, міне келді достар. Қазір аз төменге түсіп көретін боламын. Так, 642 дейді, және де 078. Все, мен подтверждениесін жасадым. Все, міне платеж обрабатывается дейді. 63-ті біз сәтті жібердік. Енді өзіміздің шотымызға түсетін күтетін боламыз. Артқа өтейік. Тағы да артқа өтейік. Енді 55.000 триксін қазір біздің суммамыз өзгеру керек. Нақта wallet funds кірсек, ол жақта да біз көре аламыз. Яғни түсе ме, түспей ме, точнее на translation история дегенге. Нақта кірсек, қазір ешқандай бізде нәрсе жоқ. Яғни бірінші нақта процесті жүріп жатқан, вывод деген көрсетіліп тұр. Енді бізде әзірше бұл ештеңке жоқ. Но түскен кейін сіздерге бұл жақта достар партнерская программа бар екенін көрсетіп кетейін. Так, мына қараңыздар, маған келді. Сәлеметсіз бе, сізге 59 трикс сәтті келіп түсті. Тексерсеңіз болады деп тұр. Конфрин деген басамын, май деген басам, мына 59 трикс сәтті келіп түсті. Енді бұны табыс табу үшін, яғни 9% күнделік табыс табу үшін, нақта батырман басамыз, яғни тапсырма, и нақта коллект деген батырман басамын. Қазір сәтте no more деп тұр. Яғни 24 сағат өткеннен кейін біз өзіміздің профитімізді алатын боламыз. Қазір менде жоқ, өйткені біз қазір ғана қостық. Сондықтан қазір 59 трикс болып тұр. Енді бұл жақта қазір сіздер 24 сағат өткеннен кейін ақшаны шешу үшін withdraw деген батырманы басасыздар. Қазір менде 0 трикс болып тұр.
мына жақта мысалы сіздер ақшаны шешетін кезде мына жаққа өзіңіздің қанша сумма екенін жазасыз и confirm деген басасыздар. Дәл қазір сәтте мен тағы да бір рет көрейін, мына жақта тапсырма дегенге collect деген батырманы басып no more деп тұр, яғни расымен бұл жақта мен шығара алмайды екенмін. Яғни 24 сағат сайын шығарып отыруға болады екен. Жақсы, 24 сағаттан кейін өзім шығарып көретін боламын. Қазір сәтте мен өкінішке орай шығара алмайды екенмін. Шығару үшін бұл тым қиын жоқ, просто withdraw деп басып, мына жағдан шығаратын боласыздар. Партнерская программа келейік. Бұл жақта достар, сіздің өзіңіздің invite код немесе жеке сілтемеңіз бар. Осы жеке сілтемеңіз арқылы адамдар шақыра отырып, сіз бұл жақта плюшка ала аласыз. Яғни партнерская программадан белгілі 1% доход табыс көзін көріп отыратын боласыздар. Болды, осылай достар, басқа ештеңе жоқ. Бұл жақта айтатын, яғни күнделікті ақша саласыздар, күнделікті трикс ретінде табыс тауып отыратын боласыздар.